Барлықтарыңызға қайырлы күн. Есімім Маулен, Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Черный списоктан қашан және қалай шыға аламын? Кредиттік история қанша уақытта тазаланады? Деген сұрақтар сізді мазалап жүрсе, осы видеоны соңына дейін тамашалаңыз, барлық сұрақтарыңызға жауап табасыз. Бастамас бұрын менің YouTube каналыма және Instagram парақшама тіркеліп алыңыздар. Сонда барлық жаңа видеоларды бірінші болып тамашалайсыз. Жақында Қазақстан Республикасының Сенат депутаттары банктер, микрокредит беретін компаниялар және коллекторлық компаниялар туралы заңға өзгерістер енгізген болатын. Жаңа заң бойынша енді микрокредит беретін компаниялар кредиттің суммасы жайлы ақпаратты келісімшарттың бірінші бетінде көрсетуі міндеттеледі. Ол дегеніміз сіздің алған қарыз суммаларыңыз, қанша қайтару керек, қандай проценттері бар, барлығы қарыз алу договорының бірінші бетінде жазылатын болады. Осы заң қабылдағаннан кейін проблемный кредиттеріңізді банктер мен микрокредиттер мен талқылаудың уақыты 180 күннен 90 күнге дейін қысқарады. Ал егер кредитный историяңыз бұзылған болса, бірақ кейін барлық қарыздарыңызды төлеп бітірсеңіз, кредитный бюролар историяңызды 5 жылда автоматты түрде өздері тазартып, сізді черный списоктан шығарады. Осыған дейін кредитный историяның тазалануы 10 жыл уақытты алатын. Мысал ретінде сіздерге түсіндіре кетейін. Сіз просроченный кредиттеріңізді 2015 жылы толық жауып біттіңіз дейік. Осы заң қабылдағаннан соң 2021 жылы сіздің кредиттік историяңыз толық тазаланады, яғни черный списоктан шығасыз. Халыққа кредит беруді бақылауға алу үшін микрокредит беретін компаниялар енді кредитный бюроларға кредиттеріңіздің проценттері жайлы ақпаратты ұсынуы қажет. Яғни мемлекет енді микрокредиттік компанияларды қатаң бақылауға алады. Сонымен қатар, коллекторлардың жұмысына да бақылау қойылады. Енді коллекторларға қарыз адамдарына звондаған кезде өздеріне тіркелмеген номерлермен звондауға болмайды. Ол дегеніміз енді коллекторлар сізге тек өздерінің атына заңды түрде тіркелген номерлермен ғана телефон соға алады. Тағы бір айтып кететін жағдай. Егер де коллекторлар сол номерлер арқылы звондап, артық сөздер айтатын болса, номер кімнің атында екенін тексеріп, аудиоға жазып алып, ұлттық банкке жалоба жазуға ыңғайлы болатын болды. Кімнің номері кімге тіркелген деп расследование жүргізбейсіз. Енді коллекторлар сізге звондаған кезде аудио және видео фиксация жасауға міндетті. Яғни сізбен сөйлесіп отырғанның барлығы енді жазылып отырады. Тағы енгізілген бір өзгеріс, коллекторлар бұрындары сот орындаушылармен және нотариустармен жұмыс жасап, сіздер туралы, сіздердің туысқандарыңыз туралы толық ақпараттарды алып, соларға звондап сізді масқаралайды. Енді оларға басқа үшінші тұлғалармен бірге жұмыс жасауға болмайды деп жарияланды. Міне достар, Сенат депутаттары заң жобаларына осындай өзгерістер енгізген екен. Енді микрокредит беретін компаниялардан кредит алу қиындайды. Кредитный история 5 жылда тазартады және коллекторлық компаниялардың жұмысы мемлекет тарапынан бақылауға алынған болды. Егер менің видеом сізге пайдалы болса, төменде лайк басып кетіңіз және видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Комментарийға келесі видеоны қандай тақырыпта түсіретінімді қалайсыз жаза кетіңіз. Назар аударғандарыңызға рахмет. Көріскенше сау болыңыз.